Сәлем достар. Сәлем достар, қыздардың каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздер комментарийда сұрап жүрген видеолардың бірі именно Аянаға құпия бөлме жасаймыз. Алдында бізде Анеля құпия бөлме жасаған, кім көрді комментарийға жазып кетіңіздер. Аякуш бірақ ол бөлмені көрмеді. Сіздер сұраватсыздар, Аянаның реакциясы қандай болып, табалды ма деп. Жоқ достар, ол бөлмені Аяна табалған жоқ. Бірақ видеолардан көрді. Кеше ғана көріп қалды Анеляның каналынан, сосын ренжіп қалды. Сосын сіздер де жаздыңыздар, неге Аянаға да жасап бермейсіздер деп. Сонымен Аякуш ренжіме деп тәтесінің үйде жоқ болған күнін күтіп жүргенбіз. Қазір тәтесі әжесімен бірге. Сол үшін біз бүгін Аянаға құпия бөлме жасаймыз деп шештік. Құпия бөлме ең оңай жерде болады, бірақ оны Анеля қарамайды шығар деп ойлап тұрық. Міне дәл осы столдың астына жасаймыз. Қыздар үстіне жұмыс жасайды. Бірақ қараңыздар, мен бұны қазір бір матамен ба, простынямен ба бірдеңемен жауып қоям. Сосын Анеляға айтам, ішіне заттар жинап қойдым астына. Траверсін кейін жинайым ғой, алмайым. Сөйқа заттарымды қойып қойдым деп айта салам. Анеля қызығып не қойды, не зат қойды, коробкалер қойдым деп сөйтіп айта салам. Қызығып қарайды деп ойламайым. Мен тәте таба алмайды шығар, қалай ойлайсың? Таба шығар. Ол күнде осы жаққа келеді ғой. Күнде осы жаққа келеді ғой, бірақ астын қарамайды ғой. Қазір бүйтіп білдірмей жауып тастаймыз. Ішіне күшті алып саған бөлме жасап береміз. Кеттік, жасап көрейік. Сосын Анеля табалама, табалмай ма, оны да түсіретін боламыз. Осындай оңай жерде тұр екен, осыны алдық. Қазір осымен жауып тастаймыз. Бірақ қараңыздар, мен қазір дастарханды алып барып, мынаны үстіне төсем. Сол кезде үстіне тұра береді. Янан бәрін алып қазір астына төсеміз. Еще астына плед төсеміз, жастықтар әкелеміз, ойыншықтар әкелеміз. Сосын свет әкелеміз. Сосын не әкелгің келеді, айта бер. Бәрін алып келеміз, сенің бөлмең болады ғой. Айна әкелеміз, стол әкелеміз, самашек. Оның бәрі сыймайды ғой саған. Вот достар, қараңыздар, не істеп жатқанымызды осылайынан жауып тастадық. Қазір осының бетіне мынаны төсейміз да, үстіндегі заттарды қайттан орнына қойып қоямыз, еш нәрсені білдіртпей. Сосын Анеляға айтам да, астына бір заттар жинап қойдым, үшін тұра берсін деп. Давайнан төсек. Ең оңай құпия бөлме жасап отқан сияқтымыз ба? Көреміз қазір. Көрмеймге көріп достар. Астына мынан жаямыз кетті. Айтып қойып отырмыз. Достар, күшті бөлме жасап беріп жатыр мама. Вот достар, осындай бізде орын пайда болды. Ал оның іші үйшік, оны бір жасаған жоқпыз, іші осындай міне. Қазір байқа плед төсеміз. Сосын ішін сәндейміз. Ішіне Аякуш өзі сияды. Сосын бір свет бар еді ғой бізде, гирлянды ма, солар қақта екен. Әкесейді тоже, оларды да скотчтап әдемілеп қойайық. Достар, осындай заттар алып келдік Аякуш екеуміз. Қазір мына сүлгімен мынандай кішкентай столик қыламыз. Сосын осыны жасап көреміз, гирляндыны. Іле аламыз ба, іле алмаймыз ба? Скотч әкеш, Аяна скотч әкел. Мынаны пока ашып қояйық та, ішін жасап болғанша. Міне ішіне осылайынан төсеп қойдық. Секімді күшік пледті. Скотч әкел қайшымен. Міне осылайынан кішкентай столик қылып қойдық. Қазір үстіне заттарын қоюға. Мына жерге ма бір ыңғайландырып қою керек. Астын дұрыстап жіберейін. Біз осылайынан ыңғайланып қойып қойдық. Аякуш осындай гүл алып келді. Қай жерге қояйын, Аяна? Мына жерге қояйын ба? Мына жер қуыс екен, как раз. Мына жерге сияды екен гүл. Мына күшті екен, бет жылтырлап тұрады екен, Так, бұны былайынан қояйық мына жерге. Қазір мұнан енді ішіне ілейін деп жатырмыз. Алихан жүр біздің қасымызда көмектесіп. Достар, қараңыздар, күшті үйшік пайда болайын деп тұр. Гирляндыны жандырдық, қостық светке. Енді осыны осылайынан ілгісеп тұр. Аякуш, қалай ілеміз, Аяна? Сенің үйшігіңе Қоқан сияқты. Сөйтіп ілеміз ба? Ойбай, мен сыймай жатырмын сенің үйшігіңе. Қалай іліп берейін? Мына жерде гүлдің қасында вообще күшті отырады екен, осылайынан қойсақ.
достар, мен құпия бөлмем дайын болып қалды. Иә, Енді құпия бөлмесі дайын болып шамалы қалды. ғана зат қалды. Осындай заттарын әкеліп алды. Бұл бізде не еді бұл? Блокноттарың, иә? Сосын мыналар Мына маска. осындай маскалар жасаған. Тәтекеуін жасадыңдар ма? Иә. Қазір іштерін ашып көрейік, не бар мыналардың ішіне? Кәдімгі бетке маска ма? Иә. Сосын осындай лол бұны алдында ашқан, сосын мынау жаңадан лолы ішінде ашып көреміз. Жаңа әлі ашылмаған. Мынау шыға ма? Кім шығады екен ішінен? Қайсысы шығады екен ішінен? Осыларды ашып көреміз қазір. Мына жастықты неға қояйық. Иә, сол жаққа қоя сал. Әнші қояйық. Жастығың да бар ішінде, ойыншықтарың да бар. Енді тәттілер ғана әкеп қою керек екен, иә? Сонымен іші күшті болады. Енді ішін жауып көрейік. Жауып көресің ба? Давайте жауып көрейік, достар. Міне осылайынан жауып қояды. Іші қалай? Қазір мен ішінен түсіремін. Мына сыртын бәрін жақсылап жауып қояйын. Қасымызда Алихан жүр. Достар, мен енді Анеляңкі неде сыйған жоқ құпия бөлмесіне. Аякошқа да құпия бөлмесіне сыймаймын. Іші деген, маған кішкентай, бірақ өздеріне дұп-дұрыс болып тұр, өздері сияды ішіне. Сіздерге ішінен көрсетейін деп едім. Міне осылайынан жабық тұр осылайынан. Мына жағынан да жабық тұр. Мына жақта бізде Алихан жүр. Қазір олар қосылады, әртүрлі болып қосыла береді. И іші осындай, мына жерінің бәрі жылтырлақ. Мына цветтің, мына бір гирлянда ғой, ішін күшті қылып тұрған. Ва, достар, қараңғыда түсірейік енді, иә. Осы сияқты қараңғы, дала қараңғы, светтің бәрін өшіріп тастап, мынандай цветпен, мынандай үйшіктің ішінде вообще күшті болатын сияқты. Қараңғыда да түсіреміз. Осының ішіне бір трейлер түсірсек те болады, иә. Енді Анеля бұны таба ала ма, таба алмай ма көреміз. Тәте тауығы шығар. Бірақ таба берсін, тәтемен бірге ойнайын. Тәтенің тауып алса бірге ойнайсыңдар, иә? Таба алмаса үндемей өйтіп отыра береміз. Шығасын, арасында осы жаққа кіріп ойнайсың. Әртүрлі жанып жатыр ғой бұлар. Енді біз давай лолды ашып көреміз ба? Иә. Лолды ашып көрейік. Құпия бөлменің ішінде жасайтын нелер көп қой, сурет салуға болады. Ой, бар. Бұл жол қандай шығады екен? Бізде алдында көк шашты шыққан. Сырты дәу сияқты, ішінен кішкентай шығады шығар. Ашатын жерін таппайды. Жерден ашуға болады. Вау, күшті екен, иә? Сыртының өзі прозрачный, жылтырлақ. Ойбай, мына ашылуы қиын ғой. Пакетінің өзін зорға ашып едік. Вау, күшті ашылады екен осы. Ішінде мынандай наклейка бар екен. Бұл жолы бізде розовый не шықты, лол шықты. Бірақ бұлардың шаштары бірінші лолдағыдай емес екен, иә? Иә, шаштары қатты. Білмеймін, киімі ма? Шыққан заттарын бәріне қойшы көреміз қазір не екен. Тезе қойымды. Достар, мынадан көрі, мынадан шыққан лол күшті екен. Е? Келесі тағы осындайын алу керек екен. Көйлегі мындай. Көйлегі, ішетін суы. 2 көйлегі бар ау деймін. Жоқ, чемодан екен ғой бұл. Күтті, аяқ киімін қара. Очкиін қара күшкендей. Басын қос, киімін кигіз, аяқ киімін кигіз. Очки киілем екен. Бөлменің сыртында, аяна бөлменің ішінде екеуміз лолды құрастырып жатыр. Міне достар, біздің лолдар. Мына бүгінгі шыққан лол, осындай заттары бар екен. Мынау кешегі шыққан. Мынау алдында шыққан лол. Оның міне заттары, наклейкілеріне әлі тиіскен жоқпыз. Негізі наклейкілерін, сумочкілерін, көйлегін сәндейтін ғой, Анүлік, Аякош? Иә. Ал, енді Анүліктен тығылып отырамыз. Осы жерде, то есть Аякош тығылып отырады. Қазір мына жердің бәрін біз шашып тастадық, бәрін жинастырып. Давай, бөлмеңнің ішін жина енді, құпия бөлмеңді.
Өзіңе ұнады ма бөлмең? Иә. Достар, міне болды. Аякошқа құпия бөлме жасап бердік. Столдың астынан ғана. Анеля үйде кезде бұяққа кірмейді ғой. Өткені біліп қояды ғой, астында тықырлап атады. Анеля бірден тауып алады шығар, бірақ. Ал ішінде осындай адам отыр ішінде. Аса алмайтын. Осындай заттарымен ойнап отыр. Логын салат, алады, аша алмайды, жаба алмайды. Осылайна ойнап отыр. Осылай жауып қоямыз. Достар, міне біздің құпия бөлмеміз. Осылайнан өстіп чүк осылай жауып қоямыз. Сонымен все, Аянаға да құпия бөлме жасап бердік осындай. Енді қазір тәтесі келгеннен кейін, кешке қарай келеді енді, кешке қарай келгеннен кейін қалай табады, қалай көреді, сол туралы видеосын түсіретін боламын. Ал бұл видеоны осы жерден аяқтаймын. Қыздарды қолдап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден әдемі комментариялар күтеміз, иә? Келесі видеода кездескенше Аямай лайк басыңдар. Пока-пока. Сау болыңыздар.